Өз әйелін ұрып өлтірді. Бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаев қамауға алынды. Екі шенеунік қанша жыл жаза арқалауы мүмкін? 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. 2018-де жемқорлықпен 10 жылға сотталған Бишімбаев неге уақытынан бұрын бостандыққа шықты? Айыппұл түріне ауыстыру мүмкін, күнін сатып алу дейді, құнын төлеп. Бұрынғы министрдің 31 жастағы марқұм келіншегі туралы қандай тың ақпараттар белгілі? Толығырақ дәл қазір Стан KZ YouTube арнасынан көріңіз. Армысыз көрермен, дәл қазір бүкіл әлеуметтік желідегі жұрттың жағасын ұстатқан жаңалыққа толығырақ тоқталамыз. Кеше түнде, яғни 2023 жылдың 9 қараша күні бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың өз әйелін ұрып өлтіргені туралы адам шошырлық ақпарат тарады. Кейін оның ұсталғаны жайлы да бақ беттерінде жарыса жазды. Бұл оқиға Астанадағы мейрамханалардың бірінде болған. Ерлі зайыпты арасында ұрыс керіс туындап, сәлден соң 1992 жылы туған әйелдің өлімімен аяқталған. Астана қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы қалалық жедел жәрдем станциясының басқару пультіне сағат 19:54-те қоңырау түскенін хабарлады. Жедел жәрдем бригадасы келгеннен кейін 1992 жылы туған әйелдің қайтыс болғанын растады. Мәйіт полицияға тапсырылды делінген хабарламада. Аталған ақпаратты кейін елордалық полиция департаменті де растады. Қылмыстық іс тіркелді. Ендігі қадам қандай болмақ? Біз заңгердің пікірін білген едік. Нақты жаңағы адам қайтыс болған болса, ол неден қайтыс болғанын анықтайды. Ол үшін бірнеше сараптамалар тағайындалады. Яғни ол сараптама осы адамды немен өлтірді? Қолмен ұрып өлтірді ма, или қолына пышақ алып өлтірді ма, или басқа нәрсемен өлтірді ма, или у беріп өлтірді ма деген сияқты оны нақты сараптама тағайындалады. Сосын сарапшының қорытындысы бойынша нақты неден қайтыс болғанын анықтайды. Енді мүмкін адам ұрған кезде бір адам сүрініп кетіп барып құлап, қара құсымен құлауы да мүмкін, сөйтіп те өліп кетуі мүмкін, немесе жаңағы ұрған удары, қолмен ұрса егер удары қатты тиіп, жанды жерін тиіп кетті ма, соның барлығын сарапшы өзінің қорытындысында көрсетеді. Сол қорытындыға сүйене отырып қана оған жаза айып тағылады. Айып тағылғаннан кейін іс сотқа жолданады. Сот сол айыпқа қарай сол баптың санкциясында көрсетілген жазаларды қарастырады. Одан кейін оның жаңағы жәбірленуші деп танылатын туысы деген болады. Мысалы жаңағы марқұмның бауырлары, жаңағы әкесі, шешесі, мүмкін інілер, бауырлары жәбірленуші деп танылады. Олардың әрі қарай бұл көзқарасы жаңағы сотталушыға кешірім бере ме, бермей ме, осылардың барлығы сот кезінде ескеріледі. Содан кейін жаза сот тағайындайды. Мүмкін кешіретін болса, сот жазасын жеңілдетеді деген сияқты. Жоқ, оны бас бостандығынан айыруды қатаң жаза талап ететін болса, сот оның барлығын жәбірленушілердің пікірлерін ескере отырып жаза тағайындайды. Әйелін ұрып өлтірді деп күдікке ілінген Қуандық Бишімбаевтың кінәсі толық мойындалса, ол қанша жыл жаза арқалайды? Заңгер өз болжамын ашық айтты. Енді қасақана деген бар, абайсызда өлтіру деген бар. Оның барлығы мына сараптаманың қорытындысына сүйенеді. Егер де мысалы қылмыс кодексінің 99 бабы, яғни адам өлтіру дейді, адам өлтіру бабының бірінші бөлігімен сараланатын болса, ол жер 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Ал егер де денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру арқылы қайтыс болса, адам ол қылмыс кодексінің 106 бабымен 3-ші бөлігімен саралануға жатады, ол жері 8 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтілуде. Егер айыпты солай тағатын болса. Күдікке ілінген Қуандық Бишімбаев туралы алдағы минуттарда толығырақ айтамыз. Ал күйеуінің қолынан көз жұмды делінген келіншек кім? Бақ беттеріндегі дерек көздерге зер салсақ, ол 1992 жылы туған Салтанат Нүкенова есімді әйел. 31 жастағы марқұм Павлодар өңірінің тумасы. Салтанат астрологияны зерттеп, жеке блогын жүргізген. Оның әлеуметтік желідегі парақшасында жазылғандай, кеңес беру құны 80 мың теңге екен. Экс-министр жұбайымен оның қабылдауында танысқан. Ерлі зайыпты шамамен 1 жыл бұрын шаңырақ көтерген. Жас келіннің аяғы ауыр болған деген бейресми ақпарат та бар. Ал енді өз әйелін ұрып өлтірді деп ел назарына іліккен Қуандық Бишімбаев туралы айтайық. Ол 1980 жылы Қызылорда қаласында туған, халықаралық болашақ бағдарламасы бойынша ақш-тағы Вашингтон университетінде оқыған. Айтпақшы, бұл жігіт ең алғаш сотталған болашақ бағдарламасының түлегі ретінде ел есінде сақталған. Сондай-ақ ол бірнеше лауазымды қызметтер атқарған. Экс-шенеуніктің шығармашылыққа жаны жақын, музыкаға бейім. Оның саксофон аспабымен романтикалық туындыларда ойнайтынын жұрт жақсы біледі.
Соңғы рет Бишімбаев 2016 жылы мамырдың 6-сынан желтоқсанның 28-іне дейін ұлттық экономика министрі қызметін 6 айдан аса атқарды. 2017 жылдың 10 қаңтарында Қуандық аса ірі көлемде пара алғаны үшін ұсталды. 2018 жылдың 14 наурызында ол 10 жылға бас бостандығынан айырылды. 2019 жылы рақымшылыққа ілінген. Сол жылдың күзінде экс-шенеунік шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Алайда әлеуметтік желіде кейбір қолданушылар, егер түрмеден Бишімбаевты босатпағанда, мұндай ауыр қылмыс болмас еді деп сотқа көңіл толмаушылық білдірген. Жалпы қандай жағдайда түрмеден шартты түрде босатады? Заңгердің пікірі мынадай. Ол әртүрлі жағдай. Мүмкін оның денсаулығына байланысты шығар. Егер денсаулығында жаңағы өте қауіпті жаңағы не болатын болса, аурудың түрлері анықталатын болса, сондай жағдай болуы мүмкін. Немесе айыппұлға түріне ауыстыру мүмкін деген сияқты болжаммен, сондай айыппұл түріне ауыстыру мүмкін, күнін сатып алу дейді, құнын төлеп. Ол бізде құнына төленетін ондай мемлекеттің бекітіп қойған суммасы бар. Сол құнын төлеу арқылы алды екен, немесе жаңағы денсаулығына байланысты екен, ол әртүрлі жағдай. Жемқорлық демекші 2020 жылдың тамызында мемлекет басшысы Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөнінде кеңес өткізіп, жемқорлықпен сотталғандарды мерзімінен бұрын босатуға тыйым салуды тапсырған еді. Жемқорлықпен күрес мәселелері жөніндегі кеңесте сыбайлас жемқорлық бойынша сотталғандарды шартты түрде мерзімнен босатуға заң жүзінде тыйым салуды тапсырдым деп жазды президент Твиттердегі парақшасында. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мұндай бастамасын заңгерлер де қос қолдап отыр. Ол заңдар қабылданып жатыр, күшейту болып жатыр. Енді ол дұрыс деп санаймын, өйткені бұны осындай күшейту арқылы тыймасақ, бұл ауру созыла береді. Оның екінің бірі осындай қылмыспен айналыса беруі мүмкін. Сондықтан бұның тамырына балта шабу үшін жазаны күшейту керек, ауырлату керек. Және де бұндай жазаға тартылған адам удомен шығуға тыйым салыну керек. Онда удоға оған жатпау керек. Сондықтан қазіргі заңның қабылданып жатқаны осы. Сондықтан егер осы заң нақты жұмыс жасайтын болса, онда алдағы уақытта бұндай жемқорлықтар азаюы мүмкін деп айтқым келеді. Айта кетейік, Бишімбаевтың бірінші әйелі Назым. Олар 2020 жылы ресми түрде ажырасқан. Екс ерлі зайыптының ортақ некесінен 3 бала бар деседі. Ал Қуандықтың әкесі Уәлихан Бишімбаев та кезінде біраз лауазымды қызметтер атқарған екен. Қызылордадағы құрылыс институтының директоры, Тараздағы университеттің ректоры болған деседі. Ал өз әйелін ұрып өлтірді деп күдікке ілінген Қуандық Бишімбаев дәл қазір қамауда. Ал бұрынғы министрдің дәл осы атышулы ісіне қатысты тың ақпараттар алдағы уақытта да Стан KZ порталының назарынан тыс қалмайды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.